Отбасы. 3-ші бөлім. Айсұлу да айы күні жетіп аман-есен босанды. Қайрош сол күннен бері Айсұлумен арасын үзген. Тіпті бірде-бір рет хабарласқан емес. Тек әкесі мен анасы күнде хабарласып тұратын. Қайрошты сұрауға батпайтын. Араларындағы кикілжіңді білдіргісі келмейтін. Бір күні анасы хабарласып Қайроштың сырқаттанып қалғанын айтып жылап тұр. Ауылдан қазір әкең екеуміз шығамыз. Сен біз жеткенше қасында бол дейді. Айсұлу баласын енесіне тастап Ералымен бірге ауруханаға келді. Дәрігерлер ішке кіргізбеді, не бір хабар берер емес. Екеуі ұзақ күтті. Бір кезде бір дәрігер шығып: толық әлі ештеңе айта алмаймыз, бәрі уақыт еншісінде. Ертең тағы да бақылаймыз, деп шығарып салады. Қайроштың ақ қан ауру екенін естігенде анасы мен әкесі есеңгіреп қалды. Жалғыз емі сүйектің қызыл кемігін ауыстыру екенін айтқанда донор табу оңайға соқпасын тағы ескертті. Жылап-жылап көз жастары таусылған ата-анасы үміттерін үзіп бастағандай. Шырылдап бар танысына хабарласып та көрді. Басыңа іс түскенде кімнің кім екенін деген сөздің мағынасын енді түсінгендей. Етене араласып жүрген қалталы достары да жоқ деген сөзді айтқанда есеңгіреп қалып жатты. Себебі береді деген сеніммен хабарласқан. Енді не істерлерін білмей жылап Алладан тілеумен күндері өтіп жатты. Әкесі ауылға барып барлық малы мен үйін сатып келді. Ол ақшада жетер емес. Аурухана алдында жылап отырған кезде Ералы мен анасы келді. Қолдарында құда-құдағиына тамақ салынған дорбалары бар. Қал сұрасып еді, Сәуле жылап жіберді. Алладан күнде тілеумен күні түні жатыр, басқа амал жоқ. Қайтейін, осы Қайрошымды бір құшағыма алып басып мейірленіп, иіскеп те көрмеппін. Әжесінің баласы деп еркелетпеп бізде. Құдағи, сабырға келіңіз. Алла сүйген құлына ғана көтере алатындай сынақ береді. Сіз мықтысыз. Ералы екеуміз құр келмей, азын-аулық көмегімізді ала келдік. Және бір ақылдасатын шаруа бар еді. Егер Айсұлу көнсе, немереміз донор болса деген ойымыз бар. Бірақ әлі Айсұлуға айтпадық. Енді біз бір отбасымыз, осындайда қолдау керекпіз ғой. Жоқ, олай болмайды, Айсұлу көне қоймас. Мен таныс дәрігерлерден сұрастырдым. Егер солай жасасақ, екеуі де дін-аман қалуы ықтималдығы жоғары екен. Үйге келіп Ералы да анасы да Айсұлуға бұл хабарды жеткізуге бата алмай жүр. Бұл сөзді естіп Айсұлу бірден бас тартты. Себебі осы күнге дейін жылу көрмеген ағасы үшін қатты қиналып тұрған жоқ. Бұрын өз баласын ойлап тұр. Енесі мен Ералы екі жақтап әрең көндірді. Өзінің де ана екенін және анасында баласын ойлап солай қиналып жатқанын айтып, енесі көп затты түсіндірді. Айсұлу көніп бүгін отаға баратын күнде туды. Таң атпастан дәрігерлер отаға дайындық үстінде. Қайрош болса бәрінен бейхабар. Жиені донор болатынын білмейді. Сәуле болса Қайрошты да немересінде уайымдап дәлізде ары-бері тоқтаусыз жүр. Бар ойы бір жағдай болса Айсұлу көтере алады ма? Мама, деген Айсұлудың сөзінен селк ете қалды. Бірден ауыз ашпастан Айсұлуды құшақтап жылай кетті. Шешім қабылдадық, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз, деп анасын жұбатуда. Отаға екеуін де алып кетті. Ота ұзақ, 4 сағат уақыт алды. Ота біткенше Айсұлудың омырауынан сүт толып, өзін қоярға жер таппады. Бірақ ешкімге білдірместен үнсіз отыр. 4 сағаттан соң
Дәрігерлер отаның сәтті аяқталғанын айтып, қуантқанымен кішкентай сәбидің уақытынан кеш оянбай жатқанын жеткізді. Бұл сөзді естіп Айсұлу есінен танып қалды. Сәуленің жүрегі қысылып, ол да құлады. Ералы мен анасы не істерлерін білмей отырып қалды. Айсұлу есін жинар емес, анасының қан қысымы да көтерілген. Дәрігерлер екеуін де алып кетті. Арада 1 сағат салып, шақалақта есін жинап, анасын іздегенде шырылдай жылай бастады. Айсұлу есін енді жинап жатқан еді, жылап жатқан баласына қарай ұмтылды. Қайрош та есін жинап анасын сұрап жатыр. Араға ай салып Қайрош үйге шықты. Өзінің құтқарушысы жиені екенін біліп таңырқап қалды. Айсұлуды қанша ренжітсе де өзіне жасаған жақсылығын естіп телефонын алып, бірден Айсұлуға алғыс хат жазды. Осылайша Қайрош та Айсұлу да бақытты ғұмыр кешті. Әңгіме барысында бауырлардың бауырмал болуы көп мәселені тез шешуге көмек екенін ұқтым. Егер осы хикая ұнайтын болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Әлі алда көп деген хикаялар болады.